Міне қазір нөмір 207 жалпы білім беретін мектептің алдында тұрмын. Алмасити 5, Наурызбай ауданы. Мына мектептің атауы басында қазақша болған екен. Кейіннен құрылысшыларға айтып, екі тілде жазып салған. Бұл нені білдіреді? Бұл аралас мектеп қылдыруға қадам жасады деген сөз. Біз бұған жол бермеу керекпіз. Қазақстанда ашылатын барлық мектептер тек қана қазақ тілінде, мемлекеттік тілде болу керек. Бұрынғы аралас орыс мектептері оқи берсін, бірақ жаңадан ашылатын мектептердің бәрі қазақша болу керек. Егер мына мектепті аралас қылып ашатын болса, соны істеген адамдарды мен халық жауы деп есептеймін. Және біз күресіміз тоқтатпаймыз.